Assalamualaikum. Менің есімім Қонысбай Тұрсынәлі. Қытайдан келгем. Нарынқолда ем жүргізгем талай жылдан бері. Қазір енді Тұздыбасарда ем жүргізіп жатырмын. Бұл емді мына шөп дәріменен емдейміз бірше. Тамыр ұстап, тамыр арқылы диагноз қойып емдейміз. Кіржа, тіз ауырған, бас ауырған, хижама, алтын ине. Көп жылдан бері қарай мына молдалықпен айналысамын. Оның дем салу, жын шығару, үй тазалау, адамның жолын ашу барлығына осы дем арқылы тазалаймыз. Енді шипаны беруші Алла ғой. Шипаны беруші Алла. Сол арқылы Құранмен емдеу болашы. Құранмен емдейміз. Мәселен, шөп дәрімен емдейміз. Мына шөп дәрінің өзі бірталай ауруға пайдасы бар. Мәселен, мына бауырдағы шіләкті, өт жолын, ашқазан, қандағы холестеринді тазалайды, қан айларын жақсылайды. Мына шөп дәрі қандай? Бұл да мына буын ауырғанға, гриппке, ангинаға жақсы бұл дәрі. Бұл енді оғарғасымен жасалған. Мынау қандай? Бұл сақырға. Сақырға? Бұл дәрі сақырға жасалған. Бұл да ашқазан язва. Сақыр, бауырға да жақсы бұл. Бұл шөп дәрі. Жалпы ем түрлеріңіз көп. Қазір Қазығұрт ауданында бір 10 күн ем жүргізеді Тұрсын ағамыз. Жаңағы Тұрсын ағаға емге жазылу үшін нөміріңізді айтып жіберсеңіз? 8-747 432 58 23. Осы нөмірге WhatsApp-қа жазсаңыздар, жаңағы Қазығұрттың қай жеріндегі адресте, қай ауылында боламыз, соны күндегі 2-3 күнде бір ауылға барып тұрамыз, соған WhatsApp-қа жазсаңыздар, сол жерде Тұрсын аға айтады, мына адрестемін деп ше. Сол тамыр ұстатып, диагноз қойдырсаңыздар болады. Диагноз қою бесплатны болсын ба? Бұл бесплатны дейді. Тұрсын аға тамыр ұстатып диагноз қойып береді, ары қарай жаңағы ем қабылдайсыз, қабылдамайсыздар, өздері шешесіз. Тергеселді демдеуді ғой. Ол Тұрсын аға жаңағы жұлынды мойын ұстап қалғанды, соның бәрін айту керек қой бұл жерде. Көп емі. Енді Қытайдан біраз жыл оқып келген, осында қаншама жыл еңбек еткен.